Ассалаумағалейкум, сәлем Түркістан. Бүгін біз Тәукехан 216 қарапайым тілмен Мерей автовокзалының қасында орналасқан Яндекс.Go такси сервисіне келдік. Бұл Jam сервис деп аталынады. Негізгі партнерларының бірі Түркістан қаласындағы. Ішіне кіріп, жалпы такси сервисі жайлы мәліметтерді алатын боламыз. Және де видеоның соңында біз 5 адамға 30 литрлік бензиннің талондарын ойнатамыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көресіздер, шартын соңында айтатын боламыз. Олай болса, ішіне кірейік. Ассалаумағалейкум. Есім Абылайхан, сәлем Түркістан арнасынан келдім. Есім Бекзат, осы Яндекс такси компаниясында жұмыс жасаймыз. Қош келдіңіздер. Біздің Jam сервис таксопаркіне, осы Түркістан қаласының негізгі партнерларының біріміз. Осы 22 ақпан айынан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Айта беріңіздер. Жалпы қаладағы осы Яндекс такси деген қызметті қалай түсінсек болады? Бұл Яндекс такси компаниясы бұл клиент пен водительдің бір-бірін байланыстыратын компания десек болады. Былай айтқанда такси қызметі ғой. Мысалы клиенттің үйінен ұялы телефонмен отырып шақырса болады. Мысалға А точкасынан өзінің тұрған жерінен Б точкасына заказ беріп, ол жерде Яндексте клиент келіп өзінің суммасын көрсетіп тұрады. Клиентке бұл ыңғайлы. Одан кейін бұл водительге де ыңғайлы, бонустар болады неше түрлі. Жаңадан ашылып жатқаннан кейін Түркістан қаласында. Жалпы таксистердің көп түсінбейтін бір Яндекс таксидің бонус системасы бар. Оны біз түсіндіре кетсек деп отырық. Мына жерде бонусный системасы тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, ол 1-ден 40-қа дейінгі аралықта, яғни сіз және наклейкамен наклейкасыз деген жазуларды көріп тұрсыз. Яғни сіз бір такси заказ қабылдасаңыз, ол міндетті түрде 63 теңге табасыз. Яғни сіз бір жақын аралықта 3 теңгеге қабылдасаңыз тапсырыста, сізге 300 теңге ол бонус ретінде Яндекстен көмек ретінде түседі. Және де көріп тұрғандарыңыздай 40 заказдан 30-ға ақшаңыз жетпей тұрса да, белгілі бір сумма, бірақ 40 заказ орындасаңыз, оны Яндекс бонус арқылы 5000 болсын, 6000 болсын сізге толтырып береді. Мысалға алып қарайтын болсақ, Жеңіс паркінен вокзалға дейінгі аралықта такси жалдасаңыз, ол 450 теңгені құраса, міндетті түрде 150 теңгені гарантиялық бонус ретінде сізге Яндекс қосып береді. Бір ескертетін жағдай бар. Егер сіз бірінші тапсырысыңызда 600 теңгеден жоғары суммаға қабылдайтын болсаңыз, мысалға 900 теңгеге сізге бонус берілмейді. Себебі 600 теңге бұл сізге бір тапсырыстан нақты кепілдендірілген сумма. 400 теңгеге қабылдасаңыз, 200 теңге бонус арқылы 600 теңге аласыз, алайда 900 теңге тапсырыс қабылдасаңыз, ешқандай бонус берілмейді. Соны түсініп алыңыздар. Егер сізде көлігіңізде, машинаңызда Яндекстің жарнамаланған наклейкасы болса, онда сізге үстіне әр заказға дәл осындай суммалар қосылады. Яғни бұл мысалы бірінші тапсырыстан 100 теңге, екінші тапсырыстан 200 теңге. Яғни көлем артқан сайын суммада қосылып отыра береді тапсырыстың. Достар, қазір біз міне орнатып тапсырыс берейін деп жатырмыз. Ішіне кіріп, тіркеліп барлығын жасап қойдық. Қазір біз вокзалға тапсырыс жасаймыз. Қазір біз Мерейдеміз, Мерей автовокзалындамыз. Көріп тұрғандарыңызда ең бастысы картаңыз қосылып тұрса, бірден сізге шығарып береді маршрутты, және бағасы 360 теңгеге шықты. Енді тапсырыс береміз, заказать деп басамыз. Тапсырыс беру уақыты көрсетіліп тұр, және де жақын маңдағы машиналарды сізге көрсетіп тұрады картада. Және де егер тапсырыстан бас тарттыңыз десе, отменить поездку деп басасыз, алайда 2 немесе 3 рет басу арқылы сіз блокқа да түсіп қалуыңыз мүмкін. Міне біздің тапсырымыз қабылданды. 2 минуттан кейін бізге ақ Hyundai Accent машинасы келеді. Машинаның номері 256, есімі Асылбек, және де бағасы 5 болып тұр, көріп тұрғандарыңызға. Рейтингі. Біз ол кісіге звондай да аламыз, хабарласып, және де келе жатқан жолын, қай жерде келе жатқан барлығын анық көріп тұра аламыз. Рейтингі міне 5. Олай болса, сыртқа шығып күтейік. Көріп тұрғандарыңыздай біз тұрмыз. Қазір бізді келіп таксиіміз алып кету керек. Небәрі 1 минуттан кейін келеді. Ол Еруайып көшесі бойымен келе жатыр. Қазір бізге айналып дәл алдымызға келетін болады. Егер таксист өзі шешім қабылдап бізге өтіп тұр демесе, біздің алдымызға айналып келуі керек.
256. Taksiyimiz keldi, жолдың арғы бетінде күтіп тұр бізді. Ассалаумағалейкум аға. Есіміңіз? Асылбек. Жалпы Яндекс таксимен тапсырыс қабылдаған қаншалықты тиімді екен аға? Біз білеміз, Түркістанда индрайвер бар, және де регион таксопарктері бар. Ал Яндекстің қалаға келгеніне жұмыс бастағанына 2-ақ күн болды. Артықшылықтары қандай екен? Артықшылығы точный адрес көрсетіп тұратындығы болды, басқа артықшылығын көріп тұрған жоқ. Жалпы өзіңізге ұнай ма осы Яндекс таксиде және де қызмет көрсеткен? Иә, Күніне қанша тапсырыс қабылдайсыздар? кеше 22 тапсырыс қабылдадым. 22 тапсырыс. Және де біз естіп жатырмыз, бұл жердегі бонустағы түскен ақшаларды да ақша ретінде шығарып алуға болады дейді. Ол жағы қалай әсер етіп жатса сіздерге? Иә, оны білемін ғой. Оны бізге түсіндіріп айтқан. Көліктер жаңа, яғни бұл көліктер автопарктікі, иә? Иә. Автопарктікі. Тағы бір айта кететін жағдай, егер сіз такси жүргізушісі болып тіркелсеңіз, сіздің күнделікті табысыңыздың 10%-ын Яндекс алады да 4%-ын таксопарк алып отырады. Яғни күніне 30 мың теңге тапсаңыз, 3 мың теңгесін Яндекске төлейсіз, 4%-ын жаңағы өзіңіз тіркелген жұмыс істеп жатқан таксопаркке төлейсіз. Және де егер такси келгенде такси сізді 3 минут қана тегін күтеді. Одан артық уақыт күттіретін болсаңыз, әр минутына 10 мың теңгеден төлейді. Жалпы машина жақсы, жаңа, көріп тұрғандарыңыздай Hyundai Accent, Корей елінің керемет көлігі, барлығы анық көрсетіледі. Тіпті жаңағы жүргізушінің өзінде де сіз бара жатқан жолыңызды қанша уақыт қалғанын, алда қанша километр қалғанын біліп отырасыз. Және де көріп отқандарыңызда мына жерде Каспий номерімен керемет идеялар бар. Жалпы әрбір жүргізуші осылай Каспий арқылы төлейтін болса, өзіңіздің қалауыңызға орай көңіл күйіңізді көтеру үшін әнді де қойдыртуға болады. Әнді де қойдыртуға болады. Және де қазіргі уақытта тек эконом класс жүріп жатыр. Алдағы уақытта комфорт класста қосылады. Және Яндекс таксидің бір артықшылығы қолданушы, яғни пассажир таксистке, таксист пассажирге оценка бере алады. Яғни екі жақта бір-біріне отзыв бере алады. Және де рейтингтің артықшылығы, яғни сіз жақсы жүргізуші болсаңыз, сізге ең алғашқы заказдар сізге көрілетін болады. Және өзіңіз қалаған тапсырысты қабылдап, клиентіңізді алып кетіп жүре бересіз. Көрсеткен мекенжайымызға да келіп жеттік, Түркістан теміржол вокзалына. Олай болса түсейік. 360 теңгемен вокзалға келдік. Енді қайтадан кері Мерей автобекетіне қайтамыз. Қанша теңге болатын тағы да тексеріп көреміз. Бізде заказ қайтадан Мерейге бару 340 теңгеге шықты. Қызығы? Бір жерден А точкасынан Б точкасына келу 360, қайту 340. Өте арзан екен. Яндекс таксидің бір артықшылығы, сіз өте арзан бағаға таксиді толық салонымен жалдайсыз. Яғни сіз жалдаған кезде жүргізушіден басқа ешкім болмауы керек. Қанша адам отырсаңыз да өз еркіңіз, ең бастысы 4 адамнан асып кетпесе болды. Қазір бізге қызыл түсті Daewoo Nexi автокөлігі келуі керек. 4 минут күту керек деп жатыр. Қазір көреміз, 4 минутта келеді ма, келмейді ме. Аз уақыт қалды, уже келді десек те болады. Біз өзіміз көріп тұрмыз, картадан да былайша көзімізде жетіп тұр. Қызыл түсті. Анау келе жатыр таксиіміз, төбесінде тіпті басқа таксидің де жарнамасы бар. Бір артықшылығы Яндекс барлығын көтереді. Кет. Реген, кет. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз аға? Олжас болады. Олжас па? Бізде мынандай сұрақ қазір. Жалпы Яндексте бонустық жүйеде мысалы бірден 40 заказға дейін деп айтылады. Сол сұрайтын сұрағымыз, жалпы Яндекс сол 40 заказ тауып беріп жатыр ма сіздерге? Білмеймін, бірінші рет шығып тұрмын. Бүгін бірінші рет шығып тұрсыз ба? Бірінші заказ бар. Бірінші заказыңыз ба? Бонустық жүйе деген түсінесіз ба негізі? Жоба енді түсініп алдым. Енді түсініп жатсыз ба? Бағасы жағынан негізінде
басқа таксопарктерге қарағанда арзан, бірақ сіздерге ыңғайлы ма бұл? Білмеймін, көреміз ғой. Картасын қолдану қалай екен аға? Нормально. Жалпы Яндекстің басқа таксилерден артықшылығы картасының мобильді приложениенің ішінде болуы. Білесіздер, Яндекстің өзі үлкен компания болғаннан кейін картасы да толығымен қаланы дұрыс қамтылған. Яғни анық адрестер, көшелер барлығы анық жазылған. Тіркелуге неше уақыт кетті аға сізде? Көп уақыт кеткен жоқ. Көп уақыт кетті? Кеткен жоқ. Көп уақыт кеткен жоқ дейсіз ба? Қанша уақыт? Жоқ емес? Примерно 20 жарты сағат. 20 минут, жарты сағат. Яғни үйіңізде отырып та 20-30 минутта Яндекске тіркеліп, өзіңіз бірден тапсырыс қабылдап кетсеңіз болады. Сәлем Түркістан деген YouTube каналы бар аға бізде. Біз сол бағдарламаданбыз. Яндекс таксиге ешқандай қатысымыз жоқ. Жалпы Түркістандағы жерлерде, Түркістандағы мекемелерді Түркістанның халқына және де Түркістанға келетін қонақтарға таныстыру, онлайн гид біз былай келген кезде. Яғни сол Сәлем Түркістан арнасына жазылсаңыз, қаладағы барлық мәліметтер жайлы, бізде видеосы бар мәліметтер жайлы ақпарат ала аласыз. Қайда демалу керек, қайда бару керек дегендей. Сол жақты достар, сіздер де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мына жерде Сәлем Түркістан YouTube каналы, колокольчикті басасыздар. Және де осы видео ұнаса, лайк, комментарийлеріңізді жаза отырыңыздар. Біздің әлеуметтік желідегі де парақшаларымызға жазылыңыздар. Рахмет аға. Көрсеткен мекен-жайымызға да келдік. Жаңағы Яндекс таксидің Мерей автобекетіндегі нүктесіне. Жалпы 700 теңгеге вокзалға барып қайтып келдік. 360 теңге бару, 340 теңге қайту. Біз жаңа ғана таксимен барып келдік вокзалға. Жалпы ол жерде баға қалай есептелінеді, тариф? Жаңағы клиент пен таксистің тарифы. Мысалы, водительге заказ түседі. Заказ түскен кезде водитель өзінің тұрған жерінен жаңағы пассажирге дейін посадкасы 190 теңге болады. 190 теңге болады. Машинаға клиент отырғаннан кейін пассажир, яғни 1 километр тегін болады. 1 километрден кейін уже километріне 40 теңгеден қосыла беретін болады. Одан кейін клиент жолдан үйіне болмаса магазин, торговый центрлерге бір жерге шығамын десе, минутына 10 теңгеден қосылатын болады. Жат деген кнопка болады, соны басып қойса, водительге 10 теңге платное ожидание қосыла беретін болады. Сол суммасы завершить етеді. Екі оплата түрі болады. Оплата наличный деп шықса, пассажир наличка төлейді, болмаса Каспий голд арқылы төлесе болады. Ал безналичный оплата десе, ол клиент ол жерде картасымен төлейді, яғни ол карта ол водительдің счетына келіп түседі, ол түскен ақшаны бізден шешіп алады. Бізге WhatsApp желісіне жазады. Каспий номерін жазады, Каспий голд, одан кейін барып машинасының номерін, суммасын жазса, біз сразу 24 сағат жұмыс жасаймыз. Жалпы жаңа таксистерден сұрадық, ложный вызовтар болады дейді. Сол жайлы бір-екі айтып кетсеңіз. Ондай визиттар болып жатыр, фейк заказдар, яғни ол клиент жағынан болды мүмкін. Мысалы, пассажир Яндекс шақырған кезде түсінбеушілік болуы мүмкін, жаңа программадан енді жаңадан келіп жатыр Түркістан қаласына. Ал одан кейін бізге басқа такси сервистер, біздің конкуренттер, олар да жаңағы өздерінің водительдерін Яндекспен жұмыс жасамасын деп, енді біздің конкуренттер олар енді сол водительдер жұмыс жасамасын деп өздері заказ беріп, өздері отказ беріп, телефондарын алмай солай жасап отыр енді. Достар, бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Және де видеоның басында айтып өткендей 30 литрлік 5 талонды сыйлыққа ойнатамыз. Оның шарттары оп-оңай. Біздің арнаға подписаться етесіз, және де осы видеоға лайк басасыз, және астына кез келген комментарийді жазсаңыз жеткілікті. Және де біз ұтыс ойынын, жеңімпаздарды анықтау үшін ұтыс ойынын 10 наурыз күні сағат 21:00-де Сәлем Түркістан Инстаграм парақшасының тікелей эфирінде ойнататын боламыз. Достар, бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойдамыз. Берілген ақпараттарымыз пайдалы болса, лайк, комментарий болып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де біздің Инстаграм, TikTok желісіндегі парақшаларымызға жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Абылайхан, сау болыңыздар.